Баршаңызға сәлем. Бір жасағаннан шығатын, дәмі тіл үйіретін жұп-жұмсақ кекс дайындайтын боламыз. Ол үшін таза ыдысымызға жұмыртқамызды салып, 2 есе көтерілгенше жақсылап миксерлеп аламыз. Содан соң қантымызды аз-аздан сала отыра миксерлейміз. Достар, менің каналыма жазылып, лайк басып, комментария жазып қолдап отырыңыздар. Дәл осылай аппақ масса болғанша миксерлеп, содан соң айранымызды құямыз. Содан соң сұйық майымызды құйып, жақсылап миксерлеп аламыз. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап аламыз. Аз-аз бөліктен сала отыра қопсытқышпен араластырып, жақсылап біркелкі болғанша миксерлейміз. Ұнды бірден салып жібермеңіздер, массамыз көтерілмей қалуы мүмкін. Сол үшін аз-аздан сала отыра миксерлейміз. Дәл осындай қою масса болып шығады. Массамызды осындай кекстің ыдысына бір-бір қасықтан салып шығамыз. Осы кезде пешімізді алдын ала 180 градуста қыздырып қоятын боламыз. Менде дәл осы массадан 36 штук кекс шықты. Тез дайын болатын тәтті, балаларыңызға күнделікті жасап берсеңіз де сүйіп жейтін болады. Кексіміз дайын. Ас болсын, сіздермен болған Аймекен.